Ассалаумағалейкум арма қазақ. Егер сізге осы хикаяларымыз ұнап жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Табыт бір адамның қолынан бір адамға өтіп барады. Ал кішкентай қыз не болып жатқанын түсінбей, әке мен де сізбен барамын деп еңіреп жылап, әркімнің етегіне жапсатын. Мен де сізбен барамын деп үн қата берді. Жыламаған адамдар да бұл сөздерден кейін жылай бастады. Бұл сөз қайдан білсін әкесінің қайда бара жатқанын. Егер қайда бара жатқанын білсе, бірге барамын деп айтпаушы да еді. Табытты апарып жерге жерледік. Үйге қайтып келдік. Қыз әлі де еңіреп жылап отыр. Ол бәріне барып, әкем қайда, әкеме барамын деп жылай берді. Мен шыдай алмадым. Соң оның қолынан ұстаған кезде сұрақтарына жауап тапқандай менің бейнеме қарады да ізімнен еріп кете берді. Соң оның бет-қолын жуып, басын аштырдым. Кейін біртіндеп шашын сипалап, «Қызым, сен Алланы білесің бе?» дедім. «Я білемін, жаратушы Алла» деді. Сосын мен оған, «Я, жарайсың. Әкең бұл дұрысында саған айтқан ба?» дедім. «Я, әкем маған Алла тағала жаратушы деп айтқан». «Әкең және саған не деп айтқан? Сен соны жақсылап есіңе түсірші» дедім. Сол кезде ол Алла тағаланың айтқан нығметін жасау керек деп маған айтқан. Сол кезде «Хап, бәрекелде, жарайсың. Сен өзі ақылдай-ақ қыз екенсің» деді. Әне. Алла тағаланың айтқанын қылып, әкең сонда кетті. Алла тағала оны шақырған дедім. Ал қыз үнсіз қарады тағын, «Неге Гаухардың папасын шақырмады?» деді. «Қызым, олай айтуға болмайды. Алла өзі бәрін шақырады. Тек керек адамдарын». Сол кезде барады. Қыз, «Алла жұмақта болады ма?» деп ыңғатты. «Машаллах, сен әлі жәннатты де білесің бе?» дедім. Әкем маған, «Сен Алланың айтқанын жасасаң, жұмаққа кіресің» деген. Мен сосын сөйледім. «Я, дұрыс. Сонда менің әкем жұмақта ма?» деп сұрады қыз. «Әрине, қызына Алланы танытқан кісі жұмаққа кірмей қайда кіреді» дедім. «Әкем қайтып келеді ме? Сен жұмаққа түскенде қайтып келер ме едің? Әкем онда ауырып қалмайды ма?» «Жоқ, ондай болмайды. Анам мен оны көруге баруымызға болады ма?» «Болады. Бәлкім күні келгенде». «Сонда мен Гаухарға, менің әкем жұмаққа кірді деп айтайын ба?» деп ыңғатты қыз. «Я, әрине, солай деп айт. Ал енді сен маған сұрауыма жауап бер. Әкесі жұмаққа кірген қыздар жылай ма? Жыламайды ма?» «Я, ал онда сен оған уәде бер. Енді қайтып жыламайсың». Осылайша қыз екеуміз келістік. 3 күн жаназаның ішінде қыз бір мәрте де жылаған жоқ. Алайда мен ол қызға қарап, көз жасымды тыя алмадым. Осындай ғибратлы хикаяларымызды естіп тыңдай отырып, біздің каналымыздың дамуы үшін бір ғана лайкіңізді басып, еңбегімізді бағалай кетіңіз.